Құрметті тыңдармандар, бүгін біз сіздермен айналым моделін қарастырамыз. Микроэкономика күрделі экономикалық процестерді түсіндіру үшін модельдеу әдісін қолданады. Модельдеу әдісі дегеніміз күрделі экономикалық процестерді, күрделі экономикалық жүйені шағын модель арқылы түсіндіру әдісін айтамыз. Экономикада көптеген модельдер белгілі, ол экономикалық модельдер, графикалық немесе математикалық модельдер, сызба немесе кесте арқылы суреттелген модельдер. Сондай модельдердің бірі экономикалық модель, айналым моделі болып табылады. Айналым моделі бойынша үй шаруашылықтары және фирмалар экономикалық қарым-қатынасқа түседі. Сіздерге белгілі, микроэкономика ол үй шаруашылықтарының және фирмалардың әртүрлі нарықтағы экономикалық іс-әрекетін зерттейтін экономиканың бір бағыты болып табылады. Айналым моделі бойынша фирмалар және үй шаруашылықтары тауарлар мен қызметтер нарығында және факторлар нарығында экономикалық қарым-қатынасқа түседі. Фирманың басты мақсаты ол тауарлар мен қызметтерді өндіріп, сатудан түскен пайданы максималдандыру болып табылады. Фирмалар өндірген тауарлар мен қызметтер нарығында үй шаруашылықтары сатып алады. Үй шаруашылықтарының аталған тауарлар мен қызметтерге жұмсаған ақшалай шығындары фирманың табысы болып табылады. Қызыл түсті нұсқағыш ол тауарлар мен қызметтер ағымын сипаттайтын болса, көк түсті нұсқағыш ол ақша ағымдарын сипаттайды. Тауарлар мен қызметтерді өндіру үшін фирмаларға факторлар қажет. Экономикада 3 фактор белгілі. Ол жер, еңбек және капитал. Аталған факторлардың иесі үй шаруашылығы болып табылады. Үй шаруашылығы факторларды факторлар нарығында фирмаларға сатады. Фирмалар өндірістік факторлардан тауарлар мен қызметтер өндіреді. Факторларды сатып алуға жұмсаған фирманың шығындары үй шаруашылығының табысы болып табылады. Жер факторынан түсетін табысты рента деп атаймыз, еңбек факторынан түсетін табысты жалақы деп атаймыз, және капитал факторынан түсетін табысты пайыз деп атаймыз. Мысалы үшін, үй шаруашылығы жинақталған бос ақша қаражаттарын, капиталды, факторлар нарығындағы, капитал нарығындағы банкте депозит ретінде сақтайды. Аталған депозитті банк несие ретінде фирмаларға береді. Фирмалар несиені өндірістік процесті кеңейту үшін инвестициялайды. Қолданған несие үшін фирма банкке төлейтін пайыз банктен үй шаруашылығына депозитке сыйақы ретінде үй шаруашылығының табысы ретінде төленетін болады. Тағы бір мысалды қарастырайық. Фермерлік шаруашылықпен, жерді игерумен айналысатын үй шаруашылығы жер факторынан бидай өндіреді. Және аталған бидайды факторлар нарығында фирмаларға сатады. Ұн өндіретін фирма аталған бидайды өңдеп, ұн өндіреді де, ұнды тауарлар мен қызметтер нарығында басқа үй шаруашылықтарына сатады. Ұнды сатып алуға жұмсаған үй шаруашылығының шығындары ұн өндіретін фирманың табысы болып табылады. Осылай біз айналым моделі арқылы экономикада барлық субъектілер өзара байланысты екенін көрсете аламыз. Демек, субъектілер тауарлар мен қызметтер және факторлар нарығы арқылы өзара экономикалық қарым-қатынасқа түседі. Және үй шаруашылықтарының шығындары фирмаларының табысы болып табылатын болса, фирмалардың шығыны үй шаруашылығының табысы болып табылады. Демек, экономикадағы табыстар ағымы шығындар ағымына тең екендігін суреттей аламыз. Сонымен қатар айналым моделі арқылы экономикалық субъекттер өзара тәуелді екенінде суреттей аламыз. Үй шаруашылығының экономикалық іс-әрекеті фирмалардың экономикалық нәтижесіне әсер ететін болса, фирмалардың тауарлар мен қызмет өндіруі үй шаруашылығының өз қажеттіліктерін қанағаттандыру деңгейіне әсер етеді. Демек, біз айналым моделі арқылы экономикалық субъектілер өзара байланысты және өзара тәуелді екенін шағын модель арқылы түсіндіре алдық. Назарларыңызға рахмет.